Что с моим лицом? Кеше біз бассейнге түстік күннің астында. И вот результат. И сегодня мы пойдем тоже типа пляжға. Бүгін Зерно деген жаққа барамыз. Өзен, көл, какой-то. Ну, не знаю, короче. Бүгін бізге сол влог болады. Барат жатқанда көрсететін болам. Туысқандарымызбен әрине барамыз. Солай. Қазір дайындаламыз, үй жинаймыз, солай. Мен түрім ужасно болып кеткен. Только что помылась, бет қолын жуып алдым. И вообще ужасно болып кеткен. Мен инстаграмда көрсетпей едім өз түрім, осылай. Вообще ұялып тұрмын. И енді кішкене SPF жағып, кішкене боянғаннан кейін келеді деп ойлаймын. Қазір мен жуынып алдым. Жуынғанды көрсеткен жоқпын, себебі тағы да жудым. Бізде үйде су жоқ. Это очень классно. Кішкене бетім ашып жатыр. Кеше мына жақтарым ашыған, енді мына жақтарым ашып жатыр. Өлгенше бассейнге түскен соң ғой, кеше бассейн көрмеген адам құсап. Вот, қазір төсек жинап тастау керек. И мен сумка жинауым керек. В общем, сағат 9-да шығуымыз керек, а бізде сағат 8 болды. Короче, посмотрим. Ақпаратымды көрсетемін. Мен дайынмын, осылай киініп алдым, шоперін алғанмын, үй боянып алдым. Мен прям ужасно тұрмын, қазір көрсетемін. Это просто нереалка. Бетіме SPF жақтым. Түрім мынандай болып кетті. Қалай барам, үйде қала берейін ба? Мойным еще қап-қара, бетім әппақ. Очки тағып жүреміз, енді амал жоқ. Тұр бетім дейді. Өкінем, бассейнге түскеніме. Бізде Қызылордадан келген туысқандарымыз бар үшін. Вот ол осы Қызылордадан келген туысқанымыз. Это әдемі. Смотри, нормально ма? Смотри. И потом мне Қызылордадан осы балары. Они бар машина отыр. Достар, ол менің жігітім. Бар. Ақтай сағат уже 9-да. Біз машинаға отырып, уже бара жатырмыз. Негізі бұл жақта жақын тұрған жер. И потом біз продукт алдық супер ценадан. Чипсы, мипси дегендей мен өзіме алдым. Осында Макси шай алдым. В общем, сол жақта жейтін бір бәле алдық. Короче, я брала вот такую вот тирол. Біз уже, кстати, келдік, достар. Біз енді сағат 10-да ашылады. Біз соны күтіп отырық. Біз уже келдік, достар. Мен сіздерге көрсетем ода. Ана жақта вход бар. Қазір сағат 10-да бірақ ашылады екен. Сол үшін күтіп отырмыз. Ана жақта адамдар да күтіп отыр. Мой продукты. Тағы да еще не бар? Чипсы, мипси тұрған жер. Сол. Осындай баллончиктарды алдық, насосты алдық. Және менің шопперім. Бұл жақта мамамның аяқ киімі. И мен киімдерім. Міне. Адилға келдік. Теперь разделка бар, мен киінбеймін. Осындай браслетик берді. Классно, да? Кто вообще очки носит? Никакие очки не живут. Вот, то есть біз мына жаққа кішкене түстік. Қазір сіздерге түсіретін шамдам. И просто, короче, аяқ киімсіз жүре береміз, иә? Өте қатты сумас. Ол судың ішінде түсіру невозможно, потому что тез не болады? Шыңқыр.
тез короче аяғым тайған деп әлі болды құм өте ыстық екен чипс жемей жүрміз чипс жеп алдық достар көттерің ашсын чипс жеп аяқ қималуға болмай ма не? Бұл жақта соткам ысып кетіп уже қатып жатыр, менің дауысым деп естіліп жатқан жоқ. В общем, мына жақта мен полотенцемен басымды жауып отырмын, потому что маңдайым өте қатты ыстықта кеткен, күйіп жатыр. Осылай тығылып отырмын, в общем, дейтінше. Осындай жерімізде отырмыз өзіміздің. Бұл жақта особо кофе түсірген жоқпын, себебі соткамды қарауға уақыт болған жоқ. Көбінесе шомылдық, суға түстік. Сағат 6-ларда ма үйге қайттық, бірақ ё-моё жаман загар алдық. Инстаграмда көрген шығарсыздар. Ужасно. Біз уже қайтып бара жатырмыз. Солай. Қазір заттарды алып, в общем, қайтамыз. Мен өте қатты шаршап кеттім. Вообще, еще этот бетіміз қатты ашып жатыр, қолымыз қатты ашып жатыр, вообще. Суға шомылған, бірақ шыққанда өте жаман. Барлықтарыңызға сәлем достар. Менің түріме мән бермеңіздер. Кеше мен сразу келіп, анжақтан вообще ұйықтап қалдым. Костюмді жауып тұрмын, потому что түрім ужасно болып кеткен, қып-қызыл, қып-қара болып кеткен. В общем говоря, түрімді көрмегендеріңіз жақсырақ. Мен кеше келіп, влогтың жалғасын түсіре алмадым. Кеше сол неде де, сол өзен или короче, сол жақта шомылған жерде, вообще түсіре алмадым тоже. Потому что, в общем, пипец болды, ана қазір қатты ашып жатыр. В общем, бүгінгі блогым непонятка болды. Бірақ сіздерге қызық болды деп ойлаймын енді. Достар, вот, мен бетін жауып тұрам. Осымен видеомыз аяқталды. Барлықтарыңызға сау болыңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Какой-то непонятный тупойский блогты бұл салмауым мүмкін. Бірақ салсам жақсы болушы еді. Всем пока. Барлықтарыңызға рахмет.